Еліміздің мәжілісі мен облыстық мәслихаттың депутаттары Айгүл Нуркина, Вера Ким, Ирина Чедунчи, Раушан Даумова Екібастұздың екінші электр станциясына да ат басын тіреді. Бұл жерде акционерлік қоғамының басқарма төрағасының міндетін атқарушы Ғалымбек Әудәліпов қарсы алып, кәсіпорынның жұмысымен таныстырды. 2011 жылы бірінші энергоблок жабдықтары жаңғыртылды. Басқару жүйесін ауыстырып, цифрландырдық. 2023 жылы екінші энергоблокта жаңғыртамыз деп отырмыз. Онда да цифрлық басқару жүйесіне ауысамыз. Кәсіпорын мұржасына 2009 жылы шығатын лас заттардың 99,6%-ын тазалайтын сүзгілер орнатылғаны белгілі. Түрлі апатты жағдай орын алып жатса, ол үшін қосалқы жабдықтардың азайтылмайтын қоры бар екені айтылды. Станцияның басқару жүйесінің жұмысымен танысқаннан соң депутаттар жас мамандармен кездесті. Живем в поселке Солнечном. Солнечный кентінде тұрамыз. Жұбайымыз екеумізде осы кәсіпорында 10 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Яғни 20 жасымыздан бастап осындамыз. Мен өзім жастар практикасынан бастадым, сосын тұрақты жұмысқа алындым. Қазір өндірістік цехта қызмет етемін. Еріктілер ретінде Солнечный кентіне көмектесіп тұрамыз. Биыл жалақымызды көтерді. Бәрі жақсы. Станцияда белсенді жастардың активі де бар екен. Оның төрағасы Жәнібек Мұхамедқали 2017 жылы жас маман ретінде жұмысқа кірсе, бүгінде бөлім бастығы. У нас раньше Бұрын бізде еңбек демалысына шыққан кезде төленетін материалдық көмектің көлемі жалақының 40% ғана болатын. 2020 жылы оны 100%-ға дейін көтерді. 2021 жылы 1 қаңтардан бастап жалақыны 5%-ға, сосын сәуірдің 1-нен бастап тағы 10%-ға көтерді. Ал 2022 жылдың басынан бері жалақылар 23%-дан 50%-ға дейін көтерілді. Бұл жастар үшін үлкен уәждеме. Депутаттар кәсіпорын басшылығы мен жұмысшылар арасында ашық әңгіме жүретіні қуантады деп өз пікірлерін білдіріп, станция жұмысына табыс тіледі.